Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Көп адамдар бір сұрақты қайта бере береді екен, сол сұрағына анық жауап беріп кетейін деп шештім. Қандай киімдер алып барсақ болады, қандай аяқ киім алып барсақ болады деп сұрайды екен. Көбісі сол жайында сұрайды. Менің айтарым, негізі көп киім керек емес. Аяқ киім тек қана на выход, просто келе жатқан кезде киіп келетін аяқ киіміңіз, там кроссовкаңыз болса болды. Себебі бұл жақта киім өте арзан, аяқ киімдер де өте арзан, качественный товарлар өте көп. Ертең кететін кезде өзіңіздің киімдеріңіз көп болып қалады, сосын оны арқалап жүру керек болады. Лучше просто келе жатырғандағы үстіңіздегі киім бар ғой, міне бір брюки, там бір свитермен келдіңіз, сосын келгенде енді жолда келатқанда кірлейсіз, анау-мынау ұйықтайсыз, кішкене иіс шығады деген сияқты, кірлейсіз жолда. Сосын келгеннен кейін ауыстырып киетін басқа киім алыңыз да, на выход айтып жатырмын. Содан кейін ана үстіңіздегі киімді жууға салып жібересіз, болды, сол екі киім жетеді. Брюки и свитер тоже екі штуктан алып аласыз, болды. Аяқ киіміңіз, киіп келген аяқ киіміңіз болады. Сосын носки, анау-мынау, іш киім дегенде алмасаңыз да болады, потому что бұл жақта өте арзан. Сосын бірақта анау Алматыда жолда тәтелер сатады ғой. Мынандай, не деп айтады қазақша, ұлтарақ дейма, стельки, орысшасы. Соның киізден жасалғаны бар ғой, жүн. Асты үсті фольга, асты жүн болып тұра ма, в общем, соны алып алыңыздар. Себебі мынандай аяқ киімге, қазір көрсетем. Мына аяқ киімнің іші суық болады. Сол аяқ киімнің астына төсеп аласыздар да, жылығып жүресіздер. Аяғыңыз сасса саси берсін, самый главный денсаулығыңыз мықты болса болды, ол аяқтың сасығын кетіріп аласыздар Қазақстанға барғаннан кейін. Просто өткен жылы біз сондай алып келдік фольгамен, бірақ осы жылы ұмытып кетіппіз. Бірақ өткен жылы сол фольгамен күшті болған, жылы ұстады да аяғымызды. Ал осы жылы біз ондай жоқ, алған жоқпыз. Сосын аяғымыз суықтады кішкене. Бірақ та бұл жақта Тему деген приложение бар, сол приложениеден мәсі заказ берсеңіздер болады. Короче, қара мәсі. Біз заказ берген жоқпыз, потому что біздің кетуімізге уже аз қалды. Біздер қалың жүн нәскилерді алып алдық, мына жақтан арзан тұрады ғой. Сондай алып алдық, сондықтан заказ берген жоқпыз. Бірақ та осының ішінен киетін мәсі бар ғой, кәдімгі кожаный носки. Сондайлар толып тұр екен Темуда. Содан алсаңыз болады, ол еще арзан, 2 паундқа, где-то 1200-1500 теңге тұрады. Бірақ та Қазақстаннан алып келетініңіз жаңағы жүн андай стельки. Потом кім темекі тартады? Темекі тартатын адам қоя алмаймын, уйбай дейтін адамға өте қиын болады мына жақта, потому что бір пачкасы 3000 теңге тұрады бұл жақта. Өткен жылы біз бір блогын 8000 теңгеге алып келіп, мына жақта бір блокты 30000 теңгеге сатқанбыз. Если сөйтіп жаңағы темекі тартпайтын адамдар келіп осы жақта осылай сатамын дейтін болсаңыздар, мына жақта болгарлар, руминдар, тәжіктер, өзбектер, қазақтар, қырғыздар бәрі көп. Тем более Қазақстанның темекісін алғысы келеді, келген адамнан темекі сұрайды. Так что если даже темекі тартпайтын адамдар болса да, бір 2-3 блок, сколько положено, например, соны алып келсеңіздер, өздеріңіздің қалталарыңызға кішкене пайдасы болады. Сосын тағы да қазір есімде түсіріп алайын. Сосын на всякий случай жаңағы аллергияға қарсы дәрі алып алыңыздар, потому что кейбір адамдарда, мысалы, бізде бір жігіт болды, баклажанда жұмыс жасаған Бағдаулет деген, сода қолына аллергия шығып кете беретін болған ғой баклажаннан. Сосын оның жұмысын ауыстырды бізге. Бірақ та аллергиясы бар адамдар ғана алсын да, енді иногда бывает, например, менде цитрусқа аллергия шығып кетеді. Жаңағыдай лимонға цитрус ұстасам, сондай аллергия бар, кішкене қышынып, қолдарым бәрі қышынып кетеді. Жесем де сондай, аузым іштері бүйтіп бөртіп кетеді. Бірақ жақсы көрем, лимонды да, апельсинді де жақсы көрем, бірақ кішкене аллергия бар. Сосын тағы да қандай перчатка алып алыңыздар. Жаңағыдай
барахолкада сатады ғой. Перчатка қалың емес, жұқасы кәдімгі для работы. Менде бар. Сосын тағы да түсіріп жіберетін боламын сіздерге. Енді күн суықта, жаңағыдай мынандай поляда жұмыс жасайтын адамдарға или теплицада жұмыс жасайтын адамдарға сондай перчатка болса, жаңағыдай қолыңыз тоңбайды.